әріптестер, қош келдіңіздер. Қанағат тұту даналық дейді. Ұйқас, қара өлең ұйқасында ААБА ұйқасы негізінде жазылған шығарма. Шешімі ол Аристотельдің сүйекті өлшеуі, ақынның өсиеті, патшаның шындыққа көзін ашуы деп айтсақ болады. Ғибрат бұл бізге үлгі. Сіздер де осылай жапсырсаңыздар болады. Келесі жағында тұр. Нотация деген дүние тұр. Сюжеттік байланыс көмекші болсын деп мынандай дайын қасында негізгі шығармадағы кейіпкерлерге тоқталатын болсақ, ол қызықты болды, иә? Толықтырамыз. Бағалап кетсеңіздер, құнды болды ма? Сосын кейіпкерге мінездеме ол зұлым ғажап, рахмет. Сосын кейіпкерге жасыға басты мақсаты бүкіл әлемді бағындыру. Жақсы, рахмет. Иә, құнды болды. Мінездеме, иә. Мен жауап берейін. Тойымсыз жауыз. Қандай әрекет әлемді жаулап алмақшы болған кейіпкер бағалауларыңызға болады. Сіздер бағалап кетсеңіздер, Аристотель тобындағы жақсы, ол сіздер жұтпен жасаңыздар. Әзбек теориясына қатысты сұраққа күресеңіздер болады. Доцент, профессор, өзіміздің ұстазымыз. Қараңыз.